Негізі түп тамырына қарай айтып жатырмын қазір. Бер жағындағы мына сүттің бетінде қабықты айтуға болады, иә? Ол надан деп деген сияқты. Бірақ негізгі түп тамыры ана кәдімгі теңіздің түбіндегі жаңағы нені түбін толқитын болсақ осы нәрсе да. Сөйтеді де 4-ші курсқа келгенде мен магистратураға барам ба, мен жаңағы ана мамандықты қайта оқимын мен деген сияқты ойда болмайды студент. Себебі ол нарыққа сәйкес оқып шықты. Мысалға біреулер болады, мен негізі мұғалім болғым келеді, немесе мен негізі өнер адамы болғым келеді. Бірақ қазір заман талабы бойынша мысалға грант алу үшін жаңағы физика бағытын таңдауым керек болады, немесе жаңағы жаратылыстану бағытын таңдауым керек болып тұр деген сияқты әңгімені айтады. Алайда ол Гэллоп тест арқылы ақиқат бағыттың не екендігін анықтай алады да ол балалар. Сәлем құрметті жас дос, құрметті көрермен, тыңдарман, назарларыңызға Жұлдыз подкастын кезекті эпизодын ұсынамын. Қазір университетте өзінің оқып жүрген мамандығын жақсы көрмейтін, я болмаса сол оқудан шыққысы келетін, университетті бітіргеннен кейін кім боларын білмейтін, қайда барарынан бейхабар жастар көбейіп келе жатыр. Өкінішке қарай бүгін осы тақырыптың түп төркінін, өзегі қайда жатқанын талқылау үшін мен студиямызға қонаққа Алтынбек Тілекжанұлын шақырдым. Алтынбек мырза, қош келдіңіз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сіз енді негізі жан-жақты адамсыз ғой, саясаттанушысыз, кейінгі бір жылда осы галлаппен айналысып келе жатырсыз. Сондықтан кішігірім өзіңіз жайлы осы кәсібилігіңізге тоқталып кетсеңіз. Жақсы. Аты жөнім Алтынбек Тілекжанұлы. Профильді мамандығым әлеуметтану ғылымдарының магистрімін. Соның ішінде саясаттану бағыты бойынша білім алдым. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. Одан бөлек мына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім ала жүріп, шетелдерде тәжірибелерден, тағылымдамалардан өттік. Соның ішінде Оңтүстік Корея Республикасы Кунмин университеті, одан кейін Мәскеу мемлекеттік университеті Ломоносов атындағы деген жаңағы білім ордаларында білімімізді жетілдірдік. Одан бөлек Американдық қоғам пікірін зерттеу институты деген институт бар. Оны жалпы халықта Гэллоп деп атайды. Ол 1930 жылдардан бері қарай жұмыс жасап келе жатқан әлемдегі ең абыройлы қоғам пікірін зерттеу жұмысы бойынша ең абыройлы институттардың бірі десем болады. Яғни зерттеу орталығы, иә. Сол зерттеу орталығы 60 жылдардан бері қарай үлкен 34 миллион адамды әлеуметтанулық сұраудан өткізген. Сөйтіп 34 миллион адамның сұрауының нәтижесінде бір жүйе құрастырған, адамның психодиагностикасын жасаудың жүйесін құрастырған. Сол жүйені сол институттың өзінен сертификатталған маман есебінде білім алдым. Сол институттың өзінен білім алдым. Онлайн түрде өтті. Лондоннан мұғалімдер сабақ берді бізге. Бүкіл әлемнен жаңағы нелер қатысты. Коучтар қатысты. Коуч дегеніміз қазір енді кішкене әлеуметтік желіде күлкілі дүниеге айналып кетті ғой. Алайда сертификатталған халықаралық дәрежедегі коучпын қазіргі уақытта. Енді оған да жайдан жай келген жоқ. Жалпы андай нәрсе ғой, біз әлеуметтану ғылымы дегеніміз ол бір үлкен кешенді ғылым болып жетпейді. Сол себепті біздер саясаттануды меңгерген уақытта біз қоғам пікірін, қоғамның психологиясын, қоғам психологиясымен оны қалай басқару керек, оны қалай дұрыс арнаға бағыттау керек, қалай бір мақсатқа жұмылдыру керек деген бағытта біз 6 жыл бойы білім алдық. Сол себепті біз психологиядан қатты алыс болған жоқ ауылымыз. Сол себепті осы бағытта жалпы жастарға сондай бір және сонымен қоса қазіргі уақытта ересектердің де сондай өздерін табу деген мәселелерге қатысты кішкене бір мәселелердің туындап жатқандығын көргендіктен қоғамда менің бұл саламен айналысып келе жатқаным 3 жылдай уақыт болды. Позитивті психология деп аталады. Соның ішінде осы Гэллоп институтынан білім алып, содан бері қарай осы мектептерде қосалқы жұмысым есебінде кәсіби бағдар беремін. Аудан мектептерінде, қаланың мектептерінде, онлайн түрде деген сияқты. Жалпы қосым негізгі жұмысым осы саясаттану, саяси технологиялар, саяси консультациялар. Енді Галлапты бастап айттыңыз ғой, соны ары қарай жалғастыра берсек, мамандық таңдау кезінде қалай көмектеседі? Енді қазір мен бұнымен мысалы 3 жыл бұрын таныстым да, уже кішкене ақыл тоқтатып қойған шақта. Мектеп оқушыларына, ата-аналарға осы туралы айтып берсең. Енді жалпы жаңа айттым ғой, 34 миллион адамның сұрауы жасалған. Әдейі бұл тестіні құрастыру үшін, бұл жүйені құрастыру үшін. 34 миллион дегеніміз ол өте аз адам емес, ол үлкен сондай зерттеу жүзеге асқан. Сол зерттеу нәтижесінде әрбір адамның бойында болатын 34 түрлі талант анықталған.
бұл институттың жұмысы. 34 түрлі талант әрбір адамның бойында болады деген. Және сол тестілеудің нәтижесінде бір 110 сұрақтан тұратын тест береді, оқушыға болсын, жаңағы ересек адамға болсын, кез келген адамға. Сол тестілеудің нәтижесінде сол әрбір адамның 34 түрлі таланты, оның былайша айтқанда 34 түрлі талантының градациясын жасап береді. Градация дегеніміз, яғни бір қалай айтсам болады, құрылымын жасап береді. Яғни сіздің ең үздік талантыңыз осындай талант. Сіздің екінші үздік талантыңыз осындай талант. Немесе сіздің үздік 5 талантыңыз осындай талант деген сияқты дүниелерді құрастырып береді. Одан кейін барып қалған менің бойымдағы мысалға әлі дамыту керек, әлі бір кемшін тұстарымды төменге қарай сатыларда орналастырып береді. Бұл бір картамен палашу емес, бұл таза ғылым. Яғни 34 миллион адамның опросының әлеуметтанулық сұрауының нәтижесінде құрастырылған үлкен бір ғылыми жүйе, психодиагностиканың жүйесі. Қазіргі уақытта әлемде дәл осы Гэллоп институтының тестіндей дәл нәтиже шығарып беретін тесті жоқ. 84% дәлдікпен шығарып береді. Енді қазір біздің қоғамымызға жаңа 3 жылдың көлеміндей уақыт болды деп жатыр ғой, осы Гэллоп деген әңгіменің кіргендігіне, ол рас. Ал енді бұл мәселеге қатысты бұл қалай көмек береді дейтін болсақ, адамның жаңағы ең үздік таланттарын анықтап бере алады, және соған сәйкес мен жалпы қандай адаммын деген мағынаға сұраққа жауап бере алады. Және сонымен қоса 34 түрлі талант деп жатыр, 34 түрлі таланттың 4 түрлі категорияға жіктелген. Мысалға мен өзіме көмек берген дүниесі, мысалға осы 4 түрлі категория бірінші кезекте бір адамдар орындаушы адамның, мысалы категорияның адамдар талантын бір категорияға жіктейтін болсақ, орындаушылық таланты жоғары адамдар болады екен, және адамға ықпал етуші таланты жоғары болады екен. Бір адамдардың ықпал ете алады, кез келген адамға жаңағы оны бір адамның мысы басып тұр дейді ғой қазақта, сондай мысы басым адамдардың таланты қалай көрініс табады, сол нәрсені шығарып бере алады екен. Одан кейін бір қарым-қатынас орнату қабілеті жаңағы таланттардың жігін шығарып бере алады екен. Яғни адамдармен байланыс орнату, адамдармен қарым-қатынас орнату, мысалға сату менеджерлері деп жатамыз, мысалға мұғалімдер деп жатамыз, психологтар деп жатамыз. Яғни адамдардың сезімін түсіне алатын, ішкі жан дүниесінде не болып жатыр, қандай ала-дүлей болып жатыр, соған сәйкес жауаптар, соған сәйкес сөздер айта алатын, сезімді түсіне алатын адамдардың талантының категориясы 3-ші топта екен. Және 4-ші топта стратегиялық ойлау жүйесі жоғары адамдар. Олар аналитиктар, олар мына физиктар, олар математиктар, олар мына кәдімгі қалай айтсам болады, олар адамға ықпал етпеуі мүмкін, олар адамның жаңағы бір орындаушылық қабілеттері керемет болмауы мүмкін, бірақ та олардың ойлаулары, олардың стратегиялық ойлаулары, олардың тактиканы құрастырулары, олардың интеллектілері өте жоғары адамдар. Яғни осындай 4 категория бойынша шығарып бере алады. Осы 4 категориясының ішінде қайсысы жоғары адамдар? Мысалға мен өзімнің сол Гэллоп тесті арқылы relationship building деп атайды, яғни адамдармен қарым-қатынас орнату қабілетім жоғары екендігін түсіндім. Сәйкесінше, мен өзім кеш болса да, мамандығымды дұрыс таңдаған екенмін деген сияқты көзқарасқа келдім бұл Гэллоп тесті арқылы. Мен енді адамдармен осылай мұғалімдік, мен әрдайым осы бала күнімнен бері қарай адамға бірдеңе түсіндіру, мен бір құштарлығым деймін ба, страсть дейді орыстарда, сондай дүние болып келген екен, мен бекерден бекер бұндай емес екен деген сияқты өзімнің миыма дұрыс картина қалыптастыра алдым. Дәл сол сияқты оқушыларда осы жастан бастап ол қай бағытта қозғалғандығы дұрыс. Нақты мамандық болмаса да қай бағыты дұрыс. Мысалға біреулер болады, мен негізі мұғалім болғым келеді, немесе мен негізі өнер адамы болғым келеді. Бірақ қазір заман талабы бойынша мысалға грант алуым үшін жаңағы физика бағытын таңдауым керек болады, немесе жаңағы жаратылыстану бағытын таңдауым керек болып тұр деген сияқты әңгімені айтады. Алайда ол Гэллоп тестісі арқылы ақиқат бағыттың не екендігін анықтай алады да ол балалар. Яғни дұрыс бағыттың не екендігін нақты анықтай алады. Кейін мысалға оқу дегеніміз бір 3-4 жылға ғана созылатын дүние. Ал одан кейін Құдай ғұмыр берсе 50-60 жыл ғұмыр күтіп тұр оның ар жағында. Яғни бір қысқа ғана дүние үшін 50-60 жыл ғұмырын бір сарп етіп алуы мүмкін. Енді сарп етпес, бірақ та ол оқуының өзіне бір 4 жыл жұмсайды. Одан кейін бір өзін табуына тағы да уақыт кетіреді. Яғни сіздің алдыңызға дайын методика тұр, дайын инструмент тұр. Сол инструментке қарап, мен мына бағытым дұрыс екен, жүрегім өтірік айтып тұрған жоқ екен деп, сол бағыт бойынша еңбек етуге мүмкіндік алады оқушылар. Ата-аналар да дәл солай. Менде орындаушылық басым. Орындаушылық басым болса, сізде яғни мына жауапкершілік, дедлайндарды сақтау өте керемет болып тұр сізде. Сәйкесінше сізге сондай
жаңағы мысалға айтамыз ғой, ана үлкен корпорациялар болсын, немесе кез келген бір жаңағы керемет бір компанияларда бір менеджерлік жұмыстар, нағыз жауапкершілік берілетін адамдар, біздерге берілмеу керек жауапкершілік деген. Біздер жаңағы айтамыз, адамдар керемет келістіріп, сөзін кептіріп, мына жақта қалдырып кетуіміз мүмкін, реттеп береміз деп уәде береміз да, істемей кетуіміз мүмкін. Сіздер орындап керемет сол жалпы бұл әлемді көркейтушісіздер былайша айтқанда. Шынымен де бар ғой, ана үлкендер айтады ғой, бұл өмірде екі нәрседен қателеспеу керек деп, жаңағы жар таңдау мен мамандық таңдау. Осы маған да сол менеджерлік бәрін уақытында орындау сондай ұнайды да. Ал ол шынымен де галап тапсырған кезде қорытындысы сөйтіп шығып, мен айттым, мә, рахмет Құдай, мен дұрыс жүр екенмін ғой деп. Шынымен де сіз енді өзіңіздің кейстеріңіз туралы айта кетсеңіз, мысалы сізге келгендер жаңа бағытын тапты ма, сол туралы. Тапқанына сенімдімін ғой, енді қай бағытқа кетті деген сияқты. Жақсы. Мен жалпы бұл бағытпен жұмыс жасай бастадым. Негізі бұл ертеректе басталды. Бұндай жаңағы студенттермен, жастармен, жасөспірімдер туралы канал ғой. Сол жасөспірімдермен жұмысым ертеректен басталды. Біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде болдық. Сол жақта студенттермен жұмыс жасайтын арнайы ұйымдар бар. Сол ұйымдарда біз әрбір факультетті, әрбір жатақхана, факультетті аралап, сол жаққа балаларға тренинг ұйымдастыратынбыз. Бастап шығыватты ғой тренингтер деген, мастер-класстар деген нәрсе. Сол өзіміз қызығып, сол балаларға жаттығулар орындатамыз, түрлі командный тимбилдинг дейді ғой. Сол 2016-ларда, 2015-терде ол уақыттар, сол тимбилдингтарды ұйымдастырып, бастап адамдардың бір көрінбей жатқан қырларын айтып көмектесуге тырыстық. Сөйтіп кейбір балаларды жаңағыдай ортаға тартып, университеттің деңгейінде жобалар ұйымдастыруға тартып, сөйтіп жұмысымызды сөйтіп бастап кеттік сол уақыттардан. Содан бастап жұмысымыз тоқтаған жоқ. Мен одан кейін білім беру саласында қызмет атқардым. Мемлекеттік басқару академиясы деген академия бар. Соның Батыс Қазақстан облыстық филиалында сабақ бердім. Мемлекеттік қызметкерлермен тығыз жұмыс атқардық. Сол жерде олардың жанайқайлары бар, неше түрлі проблемалар шешілмей жатады. Әсіресе мемлекеттік басқару саласы кішкене стресс талап ететін, адамның бір энергиясын талап ететін сала ғой. Сол бағытта оларға психологиялық көмек беруге, жалпы сол бағытта мемлекеттік қызметкерлермен жұмыс жасауға тырыстық. Қосымша мен оқушыларды ұбт-ға дайындаумен және оқушылардың жаңағыдай кәсіби бағдар берумен айналыстым. Яғни мына білім беру саласынан ешқандай ажырамағандығымыз көрініп тұр. Одан кейін белгілі бір уақыт келгенде мен осы нәрсемен жаңағыдай бір кәсіби тұрғыда айналысып көрсем, кәсіби бағдар беру деген мәселемен деп, мемлекеттік басқару академиясымен жұмысымызбен қатар жаңағы жеке мектептерде кәсіби бағдар беруші жұмыс жасап жүрдік. Және қосымша кәсіппен де айналысамыз кішігірім. Осы нәрсемен тығыз жұмыс жасап жүрдік. Одан кейін барып, осы Астана қаласына қазіргі уақытта, соңғы уақытта да қоныс аударғалы бері бұл мәселемен кәдімгі Инстаграм желілеріне шығарып, мұғалімдерді оқыта бастадық қазір. Кәсіби бағдар беру осындай қалай болатындығы жөнінде. Одан кейін барып, Астана қаласындағы жеке мектептермен де жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді нәтижесі туралы айтатын болсақ, нәтижесі туралы енді әрбір консультацияға келген бала былайша айтқанда өзінің диагностикасын алып кетеді ғой. Дәрігерлер айтады ғой, мысалға, сіздің қан құрамыңыз мынандай екен, сізде эритроцит жетіспейді екен, сізде тромбоциттер көп екен деген сияқты несін айтады ғой, диагностикасын. Дәл сол сияқты біз баланың кез келген ересек адамның болсын психологиялық диагностикасын шығарып береміз. Сізде мынандай қабілеттер басым екен, бірақ мынандай қабілеттер сізге кемшілікті болып тұр екен. Және біздің айтатын ұсынысымыз, кемшілік болып тұрған қабілетіңіз көтеріңіз деген ұсыныс айтылмайды. Бұл позитивті психология деген нәрсе адамның кемшілігімен жұмыс жасауға бейім емес. Керісінше адамның күшті жақтарымен жұмыс жасайды. Адам мысалға осындай сөйлеуге, адамның бір сезімдерін түсініп, оған жаңағыдай бір ақыл кеңестер айтуға бейім болса, сол бағытқа қарай итермелеуге тырысады. Дәл сол сияқты сізде исполнительский жаңағы қабілет жоғары болатын болса, сізді сол бағытқа қарай итермелеуге тырысады. Және сол бағытқа байланысты талантыңызды қалай дамыту керек, қандай кітаптар оқу керек, қандай курстарға бару керек, кімдермен жұмыс жасау керек, кімдермен жұмыс жасағаннан аулақ болу керек деген сияқты дүниелерді жаңағыдай кеңес беріп айтылады. Ол міндетті түрде әрбір консультацияда болады. Әрбір консультация кем дегеннен 1 сағат жарым 2 сағат уақыт алады. И бұл консультацияның барлығында енді біреуін суырып айту қиын. Себебі әрбір консультация әрбір адам үшін белгілі бір жаңалық. Себебі мысалға күн сайын бүйтіп мен кім екенін де ойлана бермейміз ғой. Немесе диагностикамен, ғылыммен
ойлануымыз мүмкін, бірақ ғылыммен ұштастырмаймыз да көбінесе. Сондай ойымыз және ғылыммен ұштасып ол консультация жаңағы сондай сарапшының қолынан өтетін болса, сарапшының бір кеңес беруімен жүзеге асатын болса, онда ол консультациядан өмірге алып кететіндей бір азық алып кетеді да әрбір адам. Енді бұл жарнама емес, иә? Бұл жалпы жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты айтылып жатқан дүнием ғой. Бір консультацияны суырып алу қиын. Тіпті ішке жаңа консультацияға кейбір адамдар келіп жатады. Мысалға мамандық таңдау деген нәрсе бір қажеттілік та мысалға. Қажеттілікпен келіп жатады. Бірақ бір адамдардың тобы бар біздің жасымызда, 30 жастағы, 35 жастағы, 25 жастағы, сол аралықтағы адамдар өздерін жоғалтып алған. Өмірден түңіліп кеткен. Және сондай не істерге білмейді. Отбасылық проблемалары бар, жеке проблемалары бар, денсаулық проблемалары бар. Бір өз-өзін бұл өмірден табу деген проблемалар. Мен өзіме қатты әсер ететін сол консультацияға негізі. Келіп сондай жүгінеді адамдар 30 жастағы, 35 жастағы семья құрған, бала шағасы бар. Не істерімді білмей кеттім деп. Сол консультациялардан қатты қуат аламын өзім негізі асылында. Сондай консультациялардың бір келіп жаңағы өз-өздеріне бір кішігірім болсын үміттің сәулесін алып, одан кейін барып Алламен байланысын бір нығайтуға деген от оянып, сондай болып кеткен консультациялар енді көп, Құдайға шүкір. Соларды бір төбе деп айтар едім. Сондай келетін адамдар. Мен қазір осы қыркүйек айынан бастап университетте сабақ беріп жүрмін де. Сол кезде 4-ші курстарға бердім. Біреу айтты, уже 4-ші курс оқу ақысын төлеп уже бітіріп жатыр ғой. Маған бұл мамандық ұнамайды, мен бұдан шығамын да, мен медицинаны оқимын деді. Мен таң қалдым. Одан кейін өткенде бір тағы да студентім жазды. Апай, мен бітіріп жатырмын ғой, мен магистратураға барайын ба дейді. Енді оны сіз шешесіз ғой. Мен білмеймін дейді, не істейтінімді. Сол менің сұрайын деп отырған, жаңа сіздің алдыңызға келген 30-дан жоғары адамдар, менің алдымдағы студенттер, бәрінде бір проблема болып тұр ғой, өздері не керегін білмейді. Соның түп тамыры қайда, кім кінәлі? Енді бұның түп тамыры тереңге кетіп қалуға болады. Жалпы, егер терең дейтін болсақ, жалпы адамда Алла тағала бізге неше түрлі жаңағы бойымызға өзінің бір, қалай айтсам болады, бір адамды жаратқан уақытта бірнеше компоненттермен жаратқан. Ол біздер денеден тұрамыз, материалдық әлемдегі өмір сүретін сыртқы қабығымыз, ол денеміз. Одан кейін бар ішкі қабықтарымыз бар. Ол бірінші рухани әлеміміз бар, ол рух деп аталады. Және біздің мына дүниеви қалау әлеміміз бар, ол нәпсі деп аталады. Және біздің негізгі мақсатымыз бұл әлемдегі сол нәпсі мен рухымызды дұрыс баланста ұстай алуымыз. Яғни біз рухани әлемімізді де азықтандырып отыруымыз керек, және материалдық әлемімізді де азықтандырып отыруымыз керек. Материалдық әлемнің азығы ол ұйқы, тамақ, ол жаңағы түрлі қалаулардың орындалуы, ол жаңағы мақтау естілуі, адамның белгілі бір өзінің бойындағы потенциалдарын жүзеге асыру арқылы белгілі бір қанағат алуы бұл әлемнен. Ал енді рух әлемінің азығы ол Құдаймен байланыс, адамдарға жақсылық жасау, бұл өмірдегі өзінің миссиясын табу деген сияқты дүниелер. Материалдық әлемнің қалауы ол тек қалай беру, бірдеңені өз-өзіне қалай беру, ал рухани әлемнің азығы ол бұл әлемге бере беру. Яғни осындай екі әлемдің біз балансын ұстауымыз керек. Қазіргі 21-ші ғасыр бізде жан-жағымыздан құйылып жатқан ақпарат бізге қалауыңды жүзеге асыр деген месседж беріп жатыр. 21-ші ғасырда, яғни ойбай саяхатта, ойбай мынаны жеп көр, мынаны дәмін татып көр, жаңағы мына нәрсені істеп көр, мына нәрсені бүйтіп көр деген сияқты қалау әлеміне қатты маркетингтік машина деймін болады ма? Инстаграм, әлеуметтік желінің бәрі, бүкіл қоғамның бәрі, айналада қызыл-жасыл желектің барлығы бізге сол материалдық әлемнің қалауымызды қанағаттандыруға барлық ресурстың бәрі құйылып жатыр. Мына жақта біздің рухани әлеміміз ұйықтап қалып жатыр. Кенже қалып жатыр. Ұйықтап қалып жатыр, кенже қалып жатыр. Себебі оны азықтандыратын азық біздің құлағымызға жетеді, бірақ біз мына әлемімізбен қатты шұғылданып кеттік қазір. Негізі түп тамырына қарай айтып жатырмын қазір. Бер жағындағы мына сүттің бетінде қабықты айтуға болады, ол надан деп деген сияқты. Бірақ негізгі түп тамыры ана
кәдімгі теңіздің түбіндегі жаңағы нені түбін толқитын болсақ осы нәрсе да. Сәйкесінше біздің мына рух әлемі, рухани әлеміміз біздің истинный, ақиқат кім екендігімізді табуға мүмкіндік береді, әлемге шынайы көзбен қарауға мүмкіндік береді. Бұл әлемнің шынайы келбетіне үңілуге мүмкіндік береді, және өзімізді шынайы сырласуға мүмкіндік беретін әлемді негізі адамды бақытты ететін мысалға әлемі, иә. Біз осы нәрсені кенже қалдырып жатқандықтан бір уақытта ол мына әлемімізбен шұғылданып жүрген уақытта, жаңа материалдық әлемімізбен шұғылданып, бір уақытта ол түнде ұйықтан жатқан уақытта оянады. Алтеке, не болып кетті? Сұрақ қояды, иә. Сен дұрыс бағытпен кетіп бара жатсың ба деген сияқты сұрақ қояды. Сол уақытта адам өзінің ақиқатымен жолыққан уақытта өзінің былайша айтқанда қателіктерін, өзінің дұрыс емес бағытта жүргендігін, яғни бір уақытта адамның рухы жылайды. Ол әсіресе мына 25-30-ға қарай келген уақытта болады екен. Оған дейін өмірдің жаңағы движениесі бәрі сол бір ағынмен жүре береді. Университеттің уақытында, сол университет бітіріп, одан кейін бір адам өз-өзімен жалғыз қалатын уақыт болады. Оған дейін дос жаран да көп, бәрі де көп, иә. Жасөспірімдер тыңдап отқан студенттер болса, бәрі түсінеді деп ойлаймын, мен айтып отқан дүниемді, иә. Университет бітіргеннен кейін адам өзімен жалғыз қалатын уақыт келеді. Сол жалғыз қалатын уақыттар басталған кезеңде адамның рухы жылай бастайды. Ja. Ол 30-ға қарай келген уақытта мысалға, адам жаңағы кризис 30-летие деп жатады, иә. Сол кризис 30-летие негізі адамның рухани әлемінің оған өкініш айтуы, оған бір наз айтуы, иә. Яғни айтады, сен мындай емес едің ғой, бала күнгі Алтынбек мынандай емес еді ғой. Бала күнгі мысалға жаңағы кім, Асхат мынандай емес еді ғой, сенің арманың мынандай еді ғой деп рухани әлемі оған сыр шертеді. Рухани әлемі келіп жылаған уақытта оның жасы көзбен сүрте салатын, көзінің астында сүрте салатын жас емес. Ол кәдімгі дейді, бір адамның жан дүниесін сай-сүйегі сырқырататындай еткізіп, адамға наз айтады, иә. Сол уақытта адам өз-өзін іздей бастайды. Сол уақытта адам жаңағы Гэллоп деген сияқты, иә, жаңағы түрлі психологиялық диагностикалар жасайды. Сөйтеді де адам өз-өзімен бір жолыққан уақытта, менің бағытым мынау екен деп, жаңағы біраз уақыт жоғалтса да өз-өзін тауып жатады, иә, Құдайға шүкір. Енді жаңа сіз түп себебін айттыңыз, иә, сұрадыңыз. Сол түп себебі жаңағыдай біз қазіргі уақытта мына түрлі материалдық әлемімізбен, сыртқы жасыл қызыл жасыл желекпен шұғылданып кеттік. Асылында біз жаңа мына 16-17 жастағы жастар балаларға айтарымыз, иә. Қазіргі уақытта олардың рухани әлемі таза. Қазіргі уақытта олардың жан дүниесі айтып тұр. Сенің қабілетің осындай ғой негізі деп ше. Айтып тұр. Сол айтып тұрған ақиқат дүниеге құлақ асса, иә, жаңағы егер шығармашылық бағыт оған ұнап тұрса жан дүниесімен, сол шығармашылық бағытына қарай қол сермеп, сол бағытқа қарай еңбектеніп көрсе, сөйткізіп рухани әлемін ұйықтатып алмаса, рухани әлемін өшіріп алмаса, иә, адамның бойында бір керемет раушан гүлі бар, сол раушан гүлін солдырып алмау керек. Әсіресе мына жасөспірім уақыт, сол раушан гүлінің нағыз тек бір адамнан су сұрайтын уақыты, иә, былайша айтқанда. Мен кішкене образын айтып жатырмын, мен түсінер деп ойлаймын оқырмандар. Осы жаңағы раушан гүлін сусындатып, былайша айтқанда өзіне қажетті мына шығармашылық бағыт деп тұра ма, ол мысалға ол мұғалімдік бағыт деп тұра ма, ол мысалға ол жаңағы журналистік бағыт деп тұра ма, адам мысалға өзінің бір қалауын, жан дүниесінің қалауын орындап, сол бағытқа қарай қиын болса да жүрсе, иә. Одан кейін жаңағы соның нәтижесінде адамның жаңағы бір рухы тіріледі дегіміз келеді. Ол бірінші мәселе. Және екінші мәселе 25-30 жастағылар не істейді деген. Оларға қазіргі уақытта мына былайша айтқанда бір өзіне шынайы түрде айнаға қарауға қорықпаса. Мен қазіргі уақытта 30-дамын, немесе 25-темін, иә. Мен осы уақытқа дейін бәлкім қате жолмен жүрдім. Мен осы уақытқа дейін адамдарды жаңағы алдап, мен андаймын ғой негізі деген сияқты, мен өз-өзімді алдап келдім осы уақытқа дейін. Егер дұрыс бағытпен жүрмей жатса әрине, мен өз-өзімді осы уақытқа дейін алдап, мен осындай саланың адамымын, мен осындай бағытта қозғалғым келеді, мен осы адамдармен араласқым келеді деп оларға өтірік жағынуға тырысып, қандығымызды, сондай ситуацияның болғандығын, проблеманың болғандығын айнаға қарап, сен осындайсың деп айтуға қорықпау керек. Мойындау керек, иә. Мойындаудан кейін ғана барып, өзінің шынайы кемшіліктеріне тура қараған уақытта ғана барып, шынайы емделудің жолы ашылады дегім келеді. Сода ары қарата сол жаңағы емделу жолымен, сол өзінің шынайы истинный ақиқат жолымен жүрген дұрыс деп ойлаймыз.
Жаңа сіз айтып жаттыңыз ғой, енді жасөспірімдердің ол рухани жағы өте таза деп, бастысы өз-өздерін ести білсе, тыңдай білсе болды деп. Дәл осы кезде ата-ананың рөлі қандай болу керек? Өйткені бала біледі ғой, шынымен де ол математик оқығысы келмейді, ол сурет салғысы келеді, ол өнерге барғысы келеді. Сенен қайдағы әртіс шығады деп сөйтіп айтады, жүр сөйтіп қаңғырып деп неше түрлі айтады ғой ата-аналар. Сондай ол кісілердің рөлі қандай болу керек? Баламыз өсті, жасөспірім шағына келді, сөйткізіп өзінің қажеттіліктерін, қалауларын айтып жатыр. Біз сол қалауларын айтқанға дейін оның не қалайтындығын, оның қандай бойында қасиет қабілеттері бар екендігін біз ата-ана есебінде дұрыс баға беріп, дұрыс бағамдай аламыз керек. Сол уақыттың өзінде, яғни біз мына баламызды өсіріп келе жатырмыз, ата-ана балаға сыншы, әке балаға сыншы деген қазақта сөздер бар. Сол біз жаңағы, балам тұра тұр, мен қазір жұмыс жасап алайын, тұра тұр, ана ойнай тұршы, ана жерге бара тұршы, ана жаққа деген сияқты немен емес, керісінше жаңағы жұмысымызбен қатар баламызды да бір жұмысымыз есебінде қарастыруымыз керек. Ол да біздің капиталымыз, мәңгілік капиталымыз, ақыретке кететін, сол капиталымызды қатар өсіруді, жұмысымызбен қатар өсіруді кенже қалдырмауымыз керек. Уақытында ертегісін оқу керек, уақытында үйірмесіне апару керек, уақытында ойнау керек баламен деген нәрселермен қатар шұғылдануымыз керек. Тіпті қарызыңыз басыңыздан асып тұрса да, тіпті пәтеріңіз жоқ болса да, ол сіздің ертең пәтеріңіз болады, Алла қаласа. Жаңағы 40-қа 50-ге келген уақытта пәтеріңіз болады, қарыздарыңызды да жабасыз. Бірақ өмір бақи өтелмей келетін бір дүние бар, ол балаңызбен қарым-қатынасыңыз дұрысталмайтын болса, өмір бақи өтелмей кетеді ол. Дүниемен мәселені шешіп алуға болады. Бірақ баламен мәселені шешу өте қиынға соғады. Ол өте үлкен ақшамен өтелмейтіндей проблемаларға әкелуі мүмкін, Сол себепті дәл қазіргі уақытта баламызбен шұғылдануды кенже қалдырмауымыз керек екен. Сол жасөспірім шағына келген уақытта баламыздың диагностикасы миымызда тұру керек. Баламыз нені қалайды? Қандай өмірді аңсайды? Қандай қажеттілік, артықшылықтары бар? Бәлкім ол белгілі бір әлеуметтік желіде бір адамдарға еліктеп, өтірік иллюзиялардың артынан қуып жүр ме? Негізгі оның истинный қалауы осындай нәрсе ғой. Негізі мен білемін ғой баламды, мен бала күнінен жаңағы бүкіл тәрбиесінің бәрімен атсалысып кеткен адам менмін. Мысалы, мұғалімінен артық білемін мен баламды, мысалға, бірақ баламнан артық білемін деген сияқты оны навязывать етуге де болмайды. Балам, сенің негізі мынандай артықшылығың бар ғой негізі, осы бағытқа қарай жаңағы қозғалған қалай болады? Мысалы, әртіс боламын десе, мысалға, әртістің өмірі қиын екенін біледі ата-ана, яғни оған әртістік жолға жетудің, актерлық жолға жетудің жеңіл жолдарын ұсынуға тырысу керек. Мысалы, әлеуметтік желіде жүргізіп көрсейші балам, бірінші, Инстаграм жүргізіп көр, мен саған көмектесейін, мен саған оборудование алып берейін, мен саған микрофон алып берейін, бастап видеоларын түсіріп көр. Сөйтіп баласын сынап көру керек, мысалға, қандай одан әртіс шығады. Егер жаңағы нәрсеге төзе алмай жатыр ма, жүргізуге, жаңағы ойым шаршап кеттім деп жатыр ма, онда ол жаңағы либо қуат беру керек, сол жолда балам мойыма соңына дейін бар деген сияқты. Немесе сол бойындағы потенциалын жүзеге асырудың тағы да бір бағыттарын ұсынып көруге тырысу керек. Яғни ата-ана баланың мейлінше жаңағы өз-өзін тауып кетуіне, мейлінше жаңағы өз-өзімен жұмыстануына жағдайын жасау керек. Ол сол 20 жасына дейінгі уақытқа дейін, жаңағы студенттік болғанға дейін, студент жасқа дейін келгенге дейін ата-ана жұмыс жасаса, ары қарай баласы сол істі сүйсе, сол істе өз-өзін тапса, ары қарай өзі алып кетуге қауқарлы болады. Сұрағымыз не еді? Жауап беру. Не істей ал? Қолдаушы болу керек. Әрине, қолдаушы болу керек бұл жерде. Сіз өз салаңыздың жаңағы мамандығыңызды таңдауда ата-анаңыз қандай рөл көрсетті? Ата-анам мені бала күнінен жаңа айтып отырық, ата-анам менімен жұмыс жасады. Анам, біз ауылдық жерде тұрдық. Ауылдық жерде бір кітапхана болады. Сосын кітапханашы апай кітапхананы ауылда, мысалға, кісі келетін болса ғана ашады бүйтіп. Соған ана кітапханашымен сөйлесіп, ауылдағы кітапхананың кілтін алып берді маған. Яғни ауылдың кітапханасының кілті менің қолымда жүретін, барам. Мен ол уақытта 10-12 жастарында болды, оқушы уақыттарым, кішкентай уақыттарым. Соған кітапхананы өзім ашып аламын да, ішінде неше түрлі дала даналары деген энциклопедиялық кітаптар болды. Соларды қарап, мен олардың өмірбаян оқу маған қатты не болмайтын. Мен дәптеріммен барам кітапханаға. Сосын қараймын да, өмірбаяндарын оқып аламын да, сосын өзімнің кейіпкерлерімді салам.
сол 10 жастарымда суретін салам, ат жөнін қоям, оның шыққан тегін. Алаш қайраткерлерімен қатты ауырдым бала күнде. Сосын жаңағылардың дәптеріме өмірбаяндарын жазамын. Ол 1894 жылы дүниеге келген, осындай ауыл молдасынан білім алған. Өзім ат қоям әлгі кейіпкерге. Сосын жаңағы ол ауыл молдасынан білім алған, сосын омбы медресесінде мынандай жерде білім алған, мынандай кітаптар шығарған. Сосын 1938 жылы ату жазасына кесіп, кеңес жаңағы несінде жаңағы ату жазасына кесілген деп әлгінің өмірбаянын аяқтап тастаймын. Соны мамам әлгіні қарап оқиды жаңағы. Мен мынауың деген ертең қайтыс болып кетті ғой деген сияқты менімен сұрласады. Балам мынауың не деген сияқты еткізіп андай сынамайды. Мынауыңды кішкене ұзағырақ өмір сүргізбедің бе балам деген сияқты жаңағыдай не істейді, шынайы андай болсады деген сияқты қолдаулар жасады. Одан кейін жаңағы нелер жасайтын. Сол мынандай стопка жаңағы үлкен коробканың ішіне сол адамдардың өмірбаяны бар. Шығып алып қиялилау болдым ба бала күнде шығып суреттер саламын, неше түрлі нәрселер жасаймын. Соның бәрін бір коробкаға жинады, үлкен еткізіп. Содан қаладағы мұғалім ауылдан, біз қаладан 400 километр қашықтықта тұрдық. Батыс Қазақстан облысының әргі шеті. Өзім туып өскен ауылымды айтамын. Ресеймен шекаралас ауыл, жол жоқ мүлдем. Соған қалаға бір мұғалім кетіп бара жатыр екен. Сол коробкамды бір мұғаліммен бір архитектор бір адамға табыстап көрсетесіз бе деп, жаңағы университетте сабақ береді ме бәлкім, мына баламнан дарын шыға ма екен деп, адамға жаңағы сұхбат алу үшін жаңағы бүкіл рисованиемнің бәрін беріп жіберді қалаға. Сөйткізіп ана кісінің рекомендациясын алып келді. Бұл баладан жақсы сәулетші шығады екен, немесе жақсы психолог шығады екен деген сияқты жаңағы сол мейлінше ата-анам менімен жұмыс жасады деп айта аламын. 100% ата-анама Аллаға шүкір разымын. Одан кейін, одан бөлек жаңағыдай әкеммен қарым-қатынастар ол мүлдем бөлек әңгіме. Әке жаңағы материалдық тұрғыдан баламмен қамтамасыз етіп беруші. Мысалға мен өзім жаңағы футболмен қатты қызыққан уақыттарым болды. Сөйтіп жаңағы футболды көріп жүргеніме қатты әкем қызып, бір оқиғасын айтып берейін. Қатты қызығып, содан жаңағы аяқ киім бутсыларды бүйтіп суретін салам бүйтіп. Адидас деп жазып қоямын, армандаймын әлгінші. Соған бір күн әкем, енді газон, поле деген ештеңе жоқ бізде. Соған бутсы әперіп берді маған. Жаңағыдай, балам өзің киіп ойнарсың депші. Бірақ мен біліп тұрмын, жаңағы оны пайдаланатын жер, ол да түсініп тұр, пайдаланатын жер жоқ екен. Газон жоқ, тас ненің бәрі. Оны кие алмаймын. Бірақ соны жаңағыдай киемде, үйдің ішінде ойнаймын да қойып қоямын жаңағы. Бірақ аяғыма ақыры сыймай қалды әлгі бутсы. Бірақ әкем ана қызығушылығымда не істегісі келмей, өшіргісі келмей, оны киетін жер жоқ екендігін түсініп тұрса да, біз қалаға көшіп келген уақытымыз еді, ол уақытта жаңағы тас полилар болды. Сосын айналада бір доп тебетін алаңқай жоқ еді бізде, ауданымызда. Бірақ соған қарамастан жаңағыны әкеп беріп берді. Әйтеуір баламның қызығушылығы бір не істесін деген сияқты. Оның орнына мысалы тәтті әперіп берсе болатын еді. Оның орнына мысалға білмеймін, бір ойыншыққа әперіп берсе болатын еді. Бірақ жаңағы баламның қызығушылығы деп сол нәрсені әперіп берді. Бірақ сол ақыры аяғыма сыймай қалды. Сол күйі әдемі күйге сол қалды бутсы. Сіздің қайта жолыңыз болып, шынымен де ата-аналарыңыз қолдау көрсеткен екен. Кейбіреулердікі енді өкінішке қарай жұмыс бабымен жүреді, андай бала назардан тыс қалып жатады ғой. Сол өте өкінішті. Енді мамандық таңдауға қатысты ата-ананың рөлін айттық. Мектеп не істеу керек? Жаңа сіз кәсіби бағдар беру туралы айттыңыз ғой, профориентолог дегеніміз сол ғой. Бәлкім жаңа кәсіби штаттағы адам ретінде отырғызып қою керек па? Сол туралы айтып өтсеңіз. Қазіргі уақытта қателеспесем осы республикамыздың мектептерінде, еліміздің мектептерінде кәсіби бағдар беруші маман деген бір штат ашылып жатыр. Әрбір мектепте ашылады деген тапсырма беріліп жатыр. Енді ішінде оқығаны бар, оқымағаны бар. Жаңағы басқа пәннің мұғалімдері бар. Сол кәсіби бағдар беруші болып жұмыс жасап, жаңағы оларда жалпы мектептерде бір штат ашылып жатыр. Енді қазіргі уақытта мектептерге мен айтар ұсынысым есебінде, егер сондай мысалға аудандық жердегі мектеп, қалалық жердегі мектептерге мүмкіндік бар, кәсіби бағдар беруші маман табуға мүмкіндік бар. Енді аудандық мектептердің мүмкін жаңа нелер туралы айтайық. Себебі біздің таланттарымыздың, біздің нағыз андай жетістікке деген, нағыз бірдеңені ашуға, бірдеңені дәлелдеуге деген аш адамдарымыз ауылдан шығады. Ол 100% дәлелденген нәрсе. Сондықтан да мен өзім сол аудандармен, ауылдармен жұмыс жасағанда өзім қазір соңғы уақытта өзімнің немім есебінде, бір кәсіби бағытым есебінде сол нәрсені бір қолға алып жатырмын десем болады. Осы
біздер осы Алматыға, мен негізі Астана қаласында тұрғылықты мекенім Астана қаласы, бірақ осы Алматы қаласына келуімнің себебі бірінші кезекте біздер мына Алматының облысының аудандарындағы балалармен жұмыс жасауға келіп жатырмыз. Себебі неге Алматы облысы дейтін болсақ, Алматы облысының білім беру басқармасы, әкімшілігі осы нәрселерді алдын ала қазір болжап түсініп тұр. Сөйткізіп біздерді шақырып отыр арнайы. Сөйткізіп келіп біздер жұмыс жасап жатырмыз қазіргі уақытта. Сол себепті басқа облыстың білім беру бөлімдеріне де, аудандардың білім беру бөлімдеріне де айтқым келеді. Егер осындай бір аудандағы мектеп мұғалімдерін арнайы халықаралық сертификатталған мамандар келіп қысқа уақыттың ішінде оқытып, баламен қалай жұмыс жасау керек, қандай методиканы қолдану керек, психология диагностиканы қалай жасау керек деген сияқты қыр-сырларды меңгеріп кеткендерін қаласаңыздар, ұсыныстарыңызды айтсаңыздар болады. Біз ашықпыз. Кез келген республиканың кез келген аймағына баруға дайынбыз қазіргі уақытта. Шығыс бола ма, батыс бола ма, солтүстік бола ма, оңтүстік бола ма, ешқандай айырмашылығы жоқ, сол себепті келіп сол айтқым келіп тұрған нәрсе, аудандағы біз бола ма, басқа бола ма, аудандағы мектеп мұғалімдерін жаңағыдай кәсіби бағдар берушілерді бір оқытудан өткізіп алса, қалаға жіберткізе ме, бәлкім сондай мамандарды әкелгізе ме, әкеліп сол мамандарды даярлап алсақ қазіргі уақытта. Себебі олар ертең еліміздің болашақтарын тәрбиелеп жатқан адамдар. Оларға жақсы етіп білім беріп алсақ, оларға жаңағы балаларды кішкене түрлі бір нелерден, қияли ойлардан арылтып, оларды дұрыс қолдарына инструмент беріп, дұрыс бағдар беріп жіберетін мамандарды даярлап алсақ деген ұсынысым бар. Қазіргі уақытта мектептер немесе басқармалар, білім беру басқармалары осы нәрсемен айналысса. Бізде бұрын психолог дегендер биология пәні мұғалімі болып отыратын ғой, бірақ көп көмегіне жүгіне алмадық па, сондай болатын. Енді профориентологтармен мұндай мәселе қайталанбаса екен деген ой бар, тілек бар. Сіз жаңа айтып жаттыңыз, көп мектептермен жұмыс істеп жатырмыз деп. Қандай проблемаларды байқадыңыз, және топқа бөле аласыз ба? Ауылдық жердегі проблема мынандай, қала мектептерінде осындай проблема бар деп. Жақсы. Ұйымдастырушылық жөніндегі проблемаларды айтқым келіп тұрған жоқ. Ондай нәрсе кез келген жерде болады. Ешкімді сынай алмаймыз, керісінше сол сынды мен жеке өздеріне айтып, сол өздерімен жұмыс жасағаным абзал болады. Енді оқушыларға қатысты айтатын болсақ, оқушыларға қатысты айтатын дүниеміз, ауылдағы оқушылардың контингенті мүлдем бөлек екен. Және қаладағы оқушылардың контингенті мүлдем бөлек екен. Сол нәрсені қатты түсініп жатырмыз. Бұрындары бәлкім байқалмаған болар бұл нәрсе. Бәлкім байқалды ма, Құдай біледі. Қазіргі уақытта мына цифрлық даму дейміз ғой. Цифрлық даму әр нәрсеге қолжетімділікті әркелкі қылып жіберді. Яғни, мысалы, қаладағы білімге, ақпаратқа деген қолжетімділік мүлдем бөлек болып қалған қазір. Және ауылдағы ақпаратқа деген қолжетімділік мүлдем бөлек болып қалған. Қазіргі уақытта ауыл мен қаланың арасындағы немесе жаңағы әлеуметтік жоғары адамдар мен әлеуметтік жағдай төмен адамдардың арасындағы айырмашылық артып келе жатыр екен. Сол нәрсені көріп қалдық. Бұрындары бәрінде жаңағы посткеңестік мемлекет болғасын ба, бәрінің жағдайы плюс-минус ұқсас, шамалас. Орта топ азаматтар көп болды, бұрындары. Біздің бала білім алған уақытымызда жаңағы мынау бай адамның баласы, мынау кедей адам деген сияқты ара жігітті ажыратушылық болмайтын. Бәлкім сол шыққан тегіміздің бәрі бірдей болған кеңестік кезеңнен шыққандықтан болар бәлкім, бірақ қазір байқағандығымыз, қазір осы аражік қатты байқалып, ол капитализмнің бір көрінісі деп ойлаймын, өзім әлеуметтану ғылымдарының саясаттанушысымын, капитализмнің бір көрінісі деп ойлаймын. Яғни қазіргі уақытта мына ауқаттылық пен жалпы әлеуметтік жіктеліс қатты байқалып келе жатыр. Мен өзім байқаған. Қалалық мектептер мен ауылдық мектептердің ішінде балалардың арасының өзінде әлеуметтік жіктеліс қатты байқалып келе жатыр. Бұл әлеуметтік жіктелісті теңгерудің бір амалы, ол баламыздың білімін арттыру. Себебі білім ол әлеуметтік лифті, Мысалы, қандай семьядан шықпасын, егер тең мүмкіндіктермен дұрыс білім бере алатын болсақ, сапалы білім бере алатын болсақ, ол адам не істейді? Әлеуметтік жағдайын түзей алады. Сол себепті біз қазіргі уақытта қоғам есебінде мына әлеуметтік ғылымдардың маман есебінде айтарым, білім сапасын арттырайық.
білім сапасын арттыруымыз керек. Егер мынау осылай жалғаса беретін болса, онда ана нелер бар ғой, жаңағы бір мемлекеттерге барамыз ғой, мысалға Үндістан болсын, мысалы Мысырға барып не істеген уақыттарымыз болды. Сонда әлеуметтік жіктеліс қатты байқады. Ана район кедейлердің районы, мына район байлардың районы деген нәрсе өте контрасты қатты болады ол жақтарда ше. Ертең сондай нәрсеге орнатып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да қазіргі уақыттан өзінен осы білім беру сапасын арттырсақ, балалармен дұрыс жұмыс жасасақ, білім беру, біз қазір айтып жатырмыз ғой, жоғары білім бойынша Орта Азиядағы біз хаб боламыз деп ше, түрлі шетелдік университеттер тартып жатырмыз. Сол білім берудің ұшы жаңағы ақша табу деген, басқа шетелдің азаматтарын әкеліп Қазақстанға оқытумен ғана шектеліп қана қоймай, сонымен қоса өзіміздің еліміздегі балаларды дұрыс біліммен қамтамасыз етсек деген ниетім, қатты тілегім бар осы нәрсеге. Енді оған мемлекет те мүдделі болу керек, ата-ана да мүдделі болу керек қой, баланың өзінде де оған деген тілек ниет болу керек. Кеше осы күні кеше ғана жаңалықтардан көріп қалдым, 2030 жылға қарай 50-ге жуық мамандық қысқарады деді, жасанды интеллект келуімен. Енді бұған ата-аналар уже қазірден бастап дайындалу керек қой, не істесе болады, жасөспірімдердің өздері не істесе болады, бір мамандықтар картасы деген кітапта шығарылу керек па? Өкінішке қарай ондай контенттің бәрі ағылшын тілінде, қазақ тілінде жоқ. Енді қазіргі білім және ғылым және жоғары білім министрінің Саясат Нұрбек мырзаның жаңа мамандықтар атласы деген еңбегі бар. Ол арнайы сайт. Ол ковидке дейінгі жылдары пайда болды негізі. Сол жерде 2030-35 жылдарға қарай шығатын жаңа мамандықтардың барлық тізімдері көрсетілген. Және қай мамандықтар айтады ғой, видоизменение дейді ғой, қандай мамандықтар түрін өзгертеді. Солардың барлық деректер көрсетілген. Атлас новых профессий деп аталады. Жаңа мамандықтар атласы. Осы нәрсе арқылы танысса болады. Ол бүкіл облыстық білім басқармаларына жібертілді. Енді әрбір балаға жеткізуі ол біз білеміз мұғалімдердің негізгі міндеті. Сол себепті осы нәрсені бір қарап алу керек болады бірінші кезекте. Одан кейін қазіргі уақытта кез келген мамандық саласы, ол заң болсын. Қазір ойбай заң мамандықтар қысқарады деп айтып жатыр ғой. Заң болсын, ол дәрігерлік болсын, ол жаңағы не болсын, қалай айтсам болады, кез келген мамандық саласы болсын. Егер адам дұрыс сол саланың маманы болатын болса, ол ешқашан жерде қалмайды. Енді қысқаратын мамандықтар қандай мамандықтар? Қысқаратын мамандықтар ол технология немесе жасанды интеллект оның орнын алмастыра алатын мамандықтар. Мысалы, бір жерге печать қойып отыратын адамдар жұмыс жасауы мүмкін бұл жерде. Олар қысқарады. Себебі оның жұмысын машина алмастыра алады. Немесе бір жерде кісі етіп отыратын адамдар жұмыс жасауы мүмкін. Немесе мысалға айталық, тағы не нәрсе, бір құжаттардың сәйкес еместігін тексеретін адамдар болуы мүмкін. Мысалға, олар қысқарады. Яғни біз неғұрлым мамандығымызда бойлай беруіміз керек. Неғұрлым біз дұрыс маман болуға тырыса береміз, соғұрлым жасанды интеллект бізді ешқашан алмастырылмайды. Соғұрлым. Және ол мәселе алмастыруда емес. Мәселе біз жасанды интеллектіні құрал есебінде түсінуіміз керек. Дәрігер, жасанды интеллектпен қаруланған дәрігер 2030-35 жылдарға қарай жасанды интеллектпен қаруланбаған дәрігерге қарағанда 80-90% нәтижелі жұмыс жасайтын болады. Жасанды интеллектпен қаруланған заңгер жасанды интеллектпен қаруланбаған заңгерге қарағанда 80-90% эффективті жұмыс жасайтын болады. Және нәтижелі. Яғни мысалға жасанды интеллектпен қаруланбасаңыз, сіз күніге бір 2 тапсырма, 3 тапсырма орындауыңыз мүмкін. Ал егер қаруланған болсаңыз, күніге 20-30 тапсырманы қатар орындай алуыңыз әбден мүмкін. Қазірдің өзінде ол дәлелденіп жатыр. Сәйкесінше, еңбек нарығында кім бәсекеге қабілетті? Әрине, мен мысалға егер жұмыс беруші болсам, мен айтамын, айналайын, мына кісі жасанды интеллектіні біледі. Ол уже андай нәрсе оқып қалды. Айтады ғой жаңағы Microsoft Office-пен не істей аласыз ба, жұмыс жасай аласыз ба деген сияқты нәрсе оқып қалды қазір. Яғни Word-қа печатать ете алмайтын адаммен сол Word-та барлық қабілетін пайдаланатын адамның екеуінің несі екі түрлі ғой. Жер мен көктей мүмкіндіктер. Дәл сол сияқты жасанды интеллект сондай бір қосалқы қабілеттің біріне айналып келе жатыр. Бірақ қосалқы демей-ақ, қосалқы деп айтудың өзі кішкене қиындау, себебі ол жизненно важный, өте маңызды. Сәйкесінше қазіргі уақытта мен жұмыс беруші болатын болсам, мен қараймын, қайсысы нәтижелі. Мынау GPT-ді, Gemini-ді, Claude-ды бәрін біледі екен, маған ол керек. Себебі ол ертең нәтижелі жұмыс жасайды. Деймді, одан кейін барып сол жаңағы қабілеттеріне қараймын, одан кейін барып жеке тұлғалық қасиеттеріне қараймын. Ол жауапкершілігі жоғары ма, басқа ма. Содан кейін барып
жаңағы бәсекеге қабілеттіліктің өзі жаңағыдай осылай анықталып отыр. Сол себепті айтпағым, бірінші кезекте атлас новых профессийді бір қарап шықсын, одан кейін барып жасанды интеллектпен қарулансын деген келеді. Кез келген қазір маман болам деген жас жасанды интеллектпен қарулансын. Онсыз өмір жоқ. Онсыз енді маман есебіндегі өмір жоқ. Жаңа енді біз адамдардың өзінің қабілетін тануға, ашуға галаптың тигізетін ықпалын айтып кеттік қой. Бірақ ол $40 ма тұрады ғой ақша. Енді оны тапсыру кішкене қиын болады десе, альтернативасын ұсына аласың, мысалы MBTI қаншалықты мүмкіндігі бар? Әрине, жалпы Галлап тестісінің, жаңағы Галлап курсын оқыған уақыттың өзінде біздер MBTI-дің тестісін қатар жіктедік. Сол уақытта тіпті Галлаптың нелерінің өзі, институтының өзі MBTI-ді мойындайды. Және MBTI тестісіне олар жаңағы айтады не деп. Тегін адамның өзінің психодиагностикасын жасауға болатын ең мықты Галлаптың баламасы деп айтады. Тегін баламасы. Соған сәйкес жалпы барлық Галлап тесті деген жаңа өзіңіз айтпақшы ақылы тесті, ол $60 тұрады. Ол әркімнің қалтасы көтере бере алмауы мүмкін. Сол себепті баршаңызға айтарым, MBTI деген тесті бар, ол тегін, ол балаңыздың психологиялық диагностикасын шығарып бере алады. Әрине Галлап сияқты дәл тесті емес, кішкене дәлдігі кішкене варьируется етеді, кішкене төмендеу. Алайда сіз сол тестіні 3 рет немесе 4 рет қатарынан тапсырып көрсеңіз, содан шыққан нәтижені талдап сізге бір бағытта шығарып беретін болса, сол бағытпен кәсіби бағдар беруші маманға барып кеңес алсаңыз болады. Ол мектептеріңіздегі тегін кәдімгі өздеріңіздің мұғалімдеріңіз кәсіби бағдар беруші әр мектепте болады, ол адам айттым ғой. Немесе ақылы түрде кәсіби бағдар берушіге жүгінсеңіз болады. Ол тестіңізді оқу арқылы және сізбен жеке интервью жасау арқылы жаңа бағыт бағдарыңызды анықтап бере алады. Ата-аналарға құлақ қағыз, тым болмаса қазірден бастап соны да байқап көре берсеңіздер. Жаңа сөз басында Алтынбек мырза айтып кеттіңіз ғой, Оңтүстік Кореяда, Ресейден жаңағы тағылымдамадан өтті, мобильді ауысыммен оқыдым деп. Ол жақтағы студенттерде де біздікілер сияқты белгісіздік болды ма? Сіз байқадыңыз ба? Негізі мен байқағаным екі аймақтың, мысалы біздің Қазақстанның мектеп жүйесінде қатты айырмашылық жоқ. Басқа дамыған кез келген мемлекетті алыңыз, балалардың талантында, балалардың қабілетінде және білім беру бағдарламаларында мектептің қатты айырмашылығы жоқ. Біз айтамыз ғой жаңағы, ойбай, Жапонияда былай оқытылады екен деп. Олар бір екі баспен туып жатқан балалар емес, немесе бір қатты extraordinary дейді ғой, жаңағы андай бір немен қатты талантпен туып жатқан балалар емес. Олар да біздің балалар сияқты. Оларды егер математикадан тест сол мектеп оқушыларының арасында әлемдік турнирлер ұйымдастыршы, біздің балалар олардан артық болмаса кем емес. Немесе дәл сол сияқты қандай мектептегі пәндер бар. Кез келген пәннен біздің балаларымыз әлемдегі бір озық балалардың бірі деп айта аламын. Себебі бізде оған барлық мүмкіндіктер бар. Алайда бәрі университетке келгенде үлкен өмірге аяқ басқанда басталады. PISA деген не бар? Оқушылардың білімін зерттеудің үлкен халықаралық стандарт. Сол стандартқа сәйкес жалпы балалардың қабілеттері жөнінде біздің мемлекетіміз жаңағы бір жалпы бір ортаң қол мемлекеттердің қатарында негізі. Яғни біз төмен емеспіз. Жалпылама есептеген уақытта, енді аудан мектебінің бәрін қатар есептеген уақытта бір ортаң қол мемлекеттердеміз. Ал енді озық балаларды есептеген уақытта біз әлемдегі топтардың қатарындамыз. Озық балалардың арасындағы рейтингі қосылады ғой, PISA. Сол егер сол тұрғыда қарастыратын болсақ, біз әлемдегі топтардың біріндеміз. Енді мәселе неде? Не себепті бізде еңбек нарығы жаңағы университетке келгенде, еңбек нарығына келгенде аражік бар. Мен байқағаным, Оңтүстік Кореяда болсын, жалпы кез келген әлемнің дамыған мемлекетінде болсын, жоғарғы білім еңбек нарығымен қатар жұмыс жасайды. Еңбек нарығымен. То есть жоғарғы білім еңбек нарығының заказын орындаушы. Еңбек нарығын анализ жасайды және еңбек нарығындағы кәсіпкерлер, үлкен корпорациялар жоғарғы білімге заказ тастайды. Бізге мынандай мамандар керек. Ертең 2030-да мынандай мамандар пайда болады. Мына Samsung деген компания бар, мысалға, үлкен әлемдік корпорация. Сол корпорацияға мынандай мамандықтар керек. Сөйтеді олар Корея университеттеріне хабарласады.
хабарға шығады, жаңағы коммуникацияға шығады. Сөйтеді айтады, бізге мынандай мамандарды оқытып беріңіздер, біз жұмыспен қамтамасыз етіп беруге уәде береміз деген сияқты, мысалға. Немесе әлемде мынандай жаңалықтар болып жатыр, сол әлемдегі нарыққа мынандай мамандар керек болады деген сияқты рекомендациясын береді. Сөйтеді жоғарғы білім либо корпорациялардан грант алады, либо мемлекеттерден грант алады, немесе жеке компаниялардан грант алады да, сөйтеді сол программаны енгізеді. Түсінесіз, қандай? Сөйтіп программаны енгізеді, және программа жаңағы советтің кезіндегі баяғыдағы біздер оқыған саясаттануда, мысалы Бариш Полиц дейді, жаңағы кім еді анау, көп жалпы жаңағы советтің кезіндегі оқулықтармен оқымайды. Олар дәл қазіргі актуалды оқулықтармен оқиды. Кәдімгі сол ақша ақылы түрде жаңағы корпорациялар грант бөліп жатқандықтан әлемнің ең үздік профессорларын тартуға тырысады, сол маман, сол сала бойынша. Мысалы біз Кореяға барған уақытта Колумбия университетінің профессоры сабақ берді бізге. Сол әдейі Корея мемлекеті гуманитарлық мамандықтарға мамандарды дайындауға сол университетке грант бөлген. Біз гуманитар дейді оқыдық қой. Сол гуманитарлық мамандарды дайындауға грант бөлген. Сөйткенде әлемнің ең мықты Чикаго университетінің профессоры сабақ берді. Колумбия университетінің профессоры сабақ берді. Біреу жаңағы тіпті сондай бір сабақтың еркіндігі, ол кісі мынадай партаның үстіне малдас құрып отыр сабақ береді, лекция оқиды. Сондай бір академиялық бір жұмақты қалыптастыра алады студенттер үшін. Студент емін еркін сұрай алады. Сөйтеді, ол не істейді? Ол алдын ала біледі, мен қазір мына 4 жылдық білімім, ертең бітірген уақытта мен мына саланың маманы боламын, және мен қажеттімін бұл қоғамға. Мен мемлекетте жолымды таппасам да, мен шетелде жолымды емін еркін тауып кете аламын деген сияқты, мен әлемдік нарыққа керекпін деген оймен өседі. Сөйтеді, 4-ші курсқа келгенде мен магистратураға барам ба, мен жаңағы ана мамандықты қайта оқимын мен деген сияқты ойда болмайды студент. Себебі ол нарыққа сәйкес оқып шықты. Адам сен маған керексің деп тұратын болса, адамға, студентке, тем более, сен маған керексің деп корпорациялар келіп арасына конкурс ұйымдастырып алып кетеміз, зарплаталарың осындай болады, офистарың андай болады деп тұрса, кім тырыспайды? Мысалы, біздің ел мен жаңағы экономикасы жоғары дамыған мемлекеттердің арасындағы білім саласындағы, жоғары білім саласындағы айырмашылық, жоғары білім мен жаңағы нарық екеуінің арасындағы байланыс кішкене алшақ бізде. Біз 4 жыл бойы, 6 жыл бойы жаңа білім алып шықтық саясаттану бойынша. Бірақ саясаттанудың шынайы бет-келбетін жұмысқа барған уақытымызда көрдік. Сізде дәл солай деп ойлаймын. Шынайы, мынандай мамандық екен ғой, оказывается. Мысалы бізде әлеуметтік ғылымдарда әлеуметтану деген ғылым бар. Өте керемет ғылым. Өте керемет бір дейді ғой андай бір. Математикаға да қатысы бар, әлеуметтік ғылымға да қатысы бар, жаңағы адамның психологиясына қатысы бар, қоғам психологиясына қатысы бар. Өте керемет ғылым. Бірақ өкінішке орай балалар 4 жыл бойы не үшін оқып жатқандығын түсінбей өтті. Содан кейін барып, бітіргеннен кейін барып жұмыс орнына барған уақытта, оказывается, мынандай мамандық екен ғой. Деп бас соққан уақыттар болды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, біздің айырмашылығымыз осында болып тұр. Бастауыш білімде, жаңағы мектептік білімде ешқандай не жоқ, біз вообще мықтымыз. Бірақ еңбек нарығында және еңбек нарығы мен жоғарғы білімнің арасында қарым-қатынаста біз кенже қалып жатырмыз. Бұны енді қалай түзете аламыз бұған? Бұл бірінші кезекте бұл үлкен жүйелік мәселе. Жалпы мемлекеттің саясатына дейін кетіп қалатын нәрсе. Экономикалық саясатына дейін кетіп қалатын нәрсе. Себебі неге? Себебі қазіргі уақытта мысалға көптеген біздің нарық мемлекетке тікелей бағынышты. Себебі нарық бізді мемлекеттік субсидиялар арқылы, мемлекеттің жаңағы гранттар арқылы, мемлекеттің қатысуымен жұмыс жасайды нарық біздің мемлекетімізде. Ауыл шаруашылығы болсын, мемлекеттің қатысуымен субсидиялар арқылы жұмыс жасайды. Дәл сол сияқты мысалға үлкен жаңағы корпорациялар, қазіргі уақытта әлі мемлекетке аффилированный, мемлекетке тәуелді деп айтпай ақ қояйын, енді мемлекетпен қатысы әлі дейін үзілген жоқ. Ал мына Корея мемлекеттеріндегі немесе мына дамыған мемлекеттердегі айырмашылық, олар мемлекетке енді әрине салық төлейді, мемлекеттің заңына бағынады, бірақ олар өздерінің ішкі кухнясын өздеріне қаржылай тұрғыдан мемлекеттен кезінде гранттар алып жұмыс жасаған болар. Белгілі бір салалар мемлекетпен гранттармен жұмыс жасайды шығар, бірақ олар нарықпен жұмыс жасайды, жаңағы адамның потребностімен жұмыс жасайды. Үлкен корпорациялар. Мысалға, сіз бен маған не керек, соны жасап беруге тырысады. Сәйкесінше олар в ногу со временем жүреді, және еркін.
өзінің экономический политикасын өздері определять ете алады, анықтай алады корпорациялар. Сол себепті олар жаңағы міне әлемдік трендтерден қалмауға тырысады, әлемдік трендтерге ілесіп отырады, әлемдік бәсекелестікте олар дегеніміз. Ал енді бізге келетін болсақ, мемлекетке тікелей тәуелді болғандықтан оларға жаңа технологиялар енгізу, жаңа бір әлемдік трендтарды әкелу, оларға қатты актуалды емес. Үлкен біздің корпорациялар, өкінішке орай. Сол себепті оларға жаңа өздеріне сәйкес келетін мамандарды даярлауда оларға қатты қажеттілігі жоқ. Сол себепті мінекей осындай аражік не болып жатыр. Ал енді біздің елімізде қазіргі уақытта мысалы Алматы, Астана деген сияқты қалаларда қызмет саласы өте қатты дамып жатыр. Және қызмет саласы мықты бір трендті десем болады. Және олар трендті әлемдік трендтерден қалысып жатқан жоқ қазір. Ол общепит дейміз ғой, адамның жаңағы тамақтану, қоғамдық тамақтану жаңағы салалары болсын, тағы да басқа салалар болсын, әлемдік трендтерден қалысып жатқан жоқ. Маркетинг болсын, любой салада, кез келген салада олар әлемде не бар, соны жұтып алуға тырысып жатыр. Және қазіргі уақытта мына жастарымыздың мына зумерлер жаңа несінің сол қоғамдық қызмет саласына көбінесе сол салаға қарай тартылып тұруының себебі сода. Себебі ол сала еркін, себебі ол сала адамға белгілі бір тұрғыда еркіндік береді, ойлау еркіндігін береді, және ол сала адамның қазіргі уақытта материалдық қажеттіліктерін өтей алады, жастардың, зумерлер жаңа несінің. Сол себепті қазір Қазақстанның әрбір қаласын алмаңыз, кез келген қаласында қызмет көрсету саласы күшті дамып жатыр, және жастардың көпшілік жастарды жұмыспен қамтамасыз етіп жатқан осы қызмет беру саласы, қызмет көрсету саласы. Және жаңа мамандарды даярлап шығу, мықты маркетологтар, қазір біздің маркетологтарымыз күшті жаңа нелеріміз Дубайда, мысалы, Біріккен Араб Әмірліктерінде әлемнің қай шартарапында болмасын, жаңа үлкен неге ие, сұранысқа ие. Сол себепті мінекей бұл саланың өзі қазір өзінің нарығын өзі қалыптастырып жатыр. Себебі олар мемлекетке тәуелді емес, олар көрдіңіз. Жалпы біз дұрыс жолмен келе жатырық. Мемлекеттер мейлінше легализацияға жол беріп жатыр, приватизацияға, жаңағы жеке меншікке ауыстыруға барынша тырысып жатыр. Халық та мейлінше осы бәсекеге қабілетті болуға тырысып жатыр. Қазір бір революционный бүйткізіп ұрамыз, астынан соғамыз, тіриміз, сосын барып дұрыстаймыз деген нәрсе жоқ. Осы бағытпен 50 жылда ел жаңа дейді, Алла қаласа, жемен дамимыз. Кез келген мемлекет осындай эволюциялық дамудың нәтижесінде ғана үлкен жетістіктерге жетеді. Уақыт керек. Сабыр керек, уақыт керек. Жақсы жетістіктер ол уақытпен, сабырмен, төзіммен, жұмыспен келеді. Көп рахмет, Алтынбек мырза. Енді ақырындап қорытындыласақ, мен сұрамай қалған, осы бір айтылмай қалды ау дейтін бір ақпараттар болса, мамандық таңдауға қатысты жасөспірімге, ата-анаға кеңес ретінде болсын. Енді қазіргі уақыттағы жаңа цифрлық әлем дедік қой, цифрлық әлем адамды неше түрлі адасушылықтарға тіпті әкеліп жатыр. Сол себепті балаға қазір жаңағы бұл әлемде өз орнын тауып кету үшін кеңес қажетті болып тұр. Балаға кеңес қажетті болып тұр. Яғни бұрындары жаңағы кеңес беруші адамдарды белгілі бір қажетсіз мамандықтардың қатарына қостық қой өзіміз. Психология, биологияның пәні мұғалімі, психологқа не үшін барады деп әзілдейтін едік. Бірақ та жаңағы кәсіби бағдар беру үшін не үшін керек деген сияқты. Бірақ та жаңағы мына цифрлық әлемдегі ақпараттың көптігі қазір бала түгілі ересектің өзінің миын айналдырып тастайды. Ал баланы өзіңіз ойлай беріңіз. Қаншама слой ақпарат дегеніміз ол құндылық сіңіріліп жатқан балаға. Ол құндылықтармен қатар оның ішінде дұрыс құндылықтар да бар, оның ішінде жалған құндылықтар, иллюзиялар бар. Неше түрлі қазір былайша айтқанда бір информационный шлак төгіліп жатыр балаларымызға. Жаның ашиды. Енді осы нәрседен ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін ажыратып беретін балаларымызға менторлар керек. Ол ментор немесе өзіңіз болыңыз ата-ана, немесе сондай мамандарға жүгініңіз. Ол ақылы болады ма, ол мектеп мұғалімі болады ма, ол тегін болады ма, жаңағыдай, бірақ бір адамға тоғыстыруға тырысыңыз балаңызды. Ол сол баланың тілінде сөйлей алатын, сол баланың жүріп өткен жолын жүріп өткен, ағасы болады ма, туған әпкесі болады ма, сол бір менторлар керек қазіргі уақытта біздің қоғамымызға. Жаны ашитын кәдімгі, сондай жаңағы балаңызға бір жол көрсететін, бір
шамшырақ болыңыз дегім келеді ата-аналарға. Немесе аға болсаңыз ініңізге сондай шамшырақ болуға тырысыңыз. Мұғалім болсаңыз оқушыңызға сондай шамшырақ болуға тырысыңыз. Мына сіз сияқты мысалға арамызда керемет азаматшалар қазір жасөспірімдерге арнап контент түсіріп жатыр, иә. Оның өзі бір шамшырақтық деп білемін. Дәл осындай біз келе жатқан бала шағамызда жаңағы жасөспірімдерімізді осындай бір жол көрсете алсақ, айналайын мынандай жол бар деген сияқты кеңес бере алсақ, оның өзі біздің қоғам есебінде дұрыс жолда екендігіміздің бір дәлелі болады дегім келеді. Осындай ұсыныс деймін бе, қалай, осындай бір тілек айтқым келеді барлық ата-анаға, барлық оқушыға, жалпы белгілі бір дұрыс құндылықтардың артынан жүрсек деген тілек айтқым келеді. Сөйткізіп мектеп мұғалімі болсын, жаңағы арнайы маман болсын, немесе өзіңіз болсын, балаңызға кеңес қажетті. Қазір андай нәрсе жоқ. Жоқ, өзі бірден етер деген сияқты нәрсе жоқ. Ол міндетті түрде кеңеске мұқтаж қазіргі уақыттағы балалар. Яғни мына информационный шлактан жаңағыдай не істеп азат ететін, оған бір дұрыс бір месседждер беретін адамдар қазір ауадай қажет қоғамымызға. Вот осындай бағытта жұмыстанайық баршамыз. Көп рахмет Алтынбек мырза уақыт бөлгеніңізге. Құрметті көрермен, құрметті тыңдарман, осыменен біздің подкастымыздың кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Бүгінгі талқыланған, айтылған тақырып өте өзекті болды. Оған қатысты өзіңіздің де алып қосар ойыңыз болса, міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Осы эпизодты ұнатсаңыз лүпіл басыңыз, және осы эпизод қажет ау деген тамыр танысыңыз болса, міндетті түрде ол кісіге жіберіп қойыңыз. Ал біз сіздерді келесі эпизодымызда күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.